Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі нұсқа талдауымызды бастайық. Бүгін сіздермен математикалық сауаттылықтың 11-ші нұсқасын талдайтын боламыз. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сұрақтарды видеоны паузаға басып мұқият оқып, дәптер қаламдарыңызды дайындап, есептерді өздеріңіз шығарып көріңіздер және менікімен тексеріңіздер. Сұрақтарыңыз туындаған жағдайда пікірлеріңіз туындаса, енді адамбыз қой, менің қателерімді байқап қалатын болсаңыздар, комментарийге жазуды ұмытпаңыздар. Енді бірінші сұрақтан бастайық. Мені қолдау ретінде каналымға жазылып, лайк басып тұруды ұмытпаңыздар. Уведомление қойып қойсаңыздар, жаңа видеоларымды жіберіп алмайсыздар. Енді 2021-дің 2022 дәрежесі минус 28-дің 6 дәрежесі өрнегінің соңғы цифрын табыңыз дейді. Бұлай ойлайық та, мұндай есептерде. Мынау бір саны, 2021-дің 2022 дәрежесі дейді. 2022 дегеніміз жұп сан. Ал 2021-дің соңғы цифры 1. Любой кезде осының дәрежесі алынады. 2021-дің 1-мен аяқталады. Оның бір санның кез келген дәрежесі 1-ге тең. Қандай да бір дәрежесі 1-ге тең. Енді мына жерде 8-28-8-бен аяқталып тұр. Оның 6 дәрежесі қалай болады? Осы сәл сізге ойландырады да. Бір заңдылық тауып алайық. Заңдылық сәйкес келсе, дальше шығарып кете береміз. 8-дің бірінші дәрежесі 8. 8-дің екінші дәрежесі 64. 28 санның дәрежелеуі бізге қиын, үлкен сан болып кетеді. Сондықтан соңғы цифры 8-ді аламыз. 8-дің кубы, 8-ді 3 рет көбейткеніміз 512-ге тең болады. 8-ді 4 рет көбейткеніміз өз-өзіне 4096 болады. 8-ді 5-ші дәрежесі 32768 болады екен. Қараңыздар, мынау бастапқы 8-дің бірінші дәрежесі 8 қайталанып тұр. Қазір түсіндірем. Дальше 8-дің 6 дәрежесі. Егер қазір 8-дің 6 дәрежесі мынау 8-дің квадраты сияқты 4 цифрмен аяқталса, бізде заңдылық бар деген сөз уже. 8-ді өзіне 6 рет көбейтсек, 8 көбейген 8 көбейген 8 деп 6 рет көбейтетін болсақ, 262 144. Опа. Шығып тұр, міне, 4 саны шығып тұр. Демек, 8-дің 7-ші дәрежесі, оқушылар, 2 санмен аяқталады. Мынаған қарап айтып тұрмын мен. 8-дің 8-ші дәрежесі 6 санмен аяқталады. 8-дің 9-ші дәрежесі 8 санмен аяқталады. Осылай кете береді екен. Ал бізге 6-шы дәрежесі қажет, 4-пен аяқталып тұр екен. Демек, қараңыздар, мынау 1 деген сан минус қандай да бір 2021-дің дәрежесі 1-мен аяқталады. Азайтамыз, 28-дің 6-шы дәрежесі бұлай 4 санымен аяқталады екен. Азайтайықшы. 1-ден 4-ті азайта алмаймыз. Мына жердегі қандай да бір санға 1-ді қарызға береміз, 11 болады. 11-ден 4-ті алсақ 7 болады. Демек, қандай да бір сандар соңғы цифры 7 болады екен.
А нұсқасы. Келесі есеп. 7, 8, 7, 8, 8, 9 сандардың модасын табыңыз дейді. Мода дегеніміз ең көп кездесетін сан. 7 саны бізде 1, 2 рет кездеседі екен. 8 саны бізде 1, 2, 3 рет кездеседі екен. 9 саны бізде 1 рет кездеседі екен. Демек, модасы 8-ге тең. Б нұсқасында. Келесі есеп. Б бөлінген А минус 2-ге тең болса, А бөлінген Б-ны табыңыз дейді. Бөлшекті егер мынаны 1-ге бөлсек, 1 бөлінген Б бөлінген А бізде А бөлінген Б-ға тең. Осындай бөлшектермен қолданатын қасиет бар еді, иә? Сонда 1-ді минус 2-ге бөлсек, мынау шығады екен. Демек, минус 2-ден 1. Жауабы С нұсқасында тұр. Келесі есеп. Ағасы мен інісіндегі жаңғақтардың саны тең. Ағасы інісіне 15 жаңғақ берді. Мына аға деп қояйын мына жерге. Мынау іні. Екеуінің жаңғақтары X тең. X. Ағасы інісіне 15 жаңғақ берді. Демек, інісінде плюс 15 жаңғақ болған. Ағасында минус 15 жаңғақ болып қалды, иә? 15-ін беріп тастады ғой, өзінде 15 минус болды, інісіне плюс болды. Сонда інісіндегі жаңғақтардың саны ағасының жаңғақтарынан 2 есе көп болды дейді. 7 есе дегенім, бастапқыда олардың әрқайсына қанша жаңғақ болды дейді. X-ті табамыз бастапқысы. Демек, X плюс 15 інісіндегі жаңғақтардың саны ағасының жаңғақтарынан, ағасыныкі X минус 15 қой, 7 есе көп болды дейді. Міне, теңдеу қарастырылды. Осы теңдеуді шығарамыз. X плюс 15 тең болады 7X. Фонтанчик әдісімен шығарамыз. 7-ні X-ке көбейтеміз. 7-ні 15-ке көбейтеміз. Фонтанчик арқылы ашамыз. Минус 7 жердегі 15-іміз 105. X-терді бір жаққа, сандарды бір жаққа жинақтаймыз. X минус 7X. 7X-тің таңбасы плюс болғандықтан, мынау теңдеудің теңдік белгісінің сол жағына өтіп жатқандықтан қарама қарсы таңбамен өтеді. Мына жақта оң жақта 105 деген минус таңбалы минус 105 деген сан тұр. 15 плюс 15 мына жаққа минус 15 болып өтеді. Осылай шығарамыз теңдеуді әрқашан. Осы жерде шатасасыздар оқушылар. X-тен 7X-ті алсақ, минус 6X болады. Минус 105 минус 15 минус 120 болады. Минус 120-ны минус 6-ға бөлсек, 2 минус плюс болып кетіп 20 болады. Бастапқыдағы жаңғақ саны С нұсқасында тұр. 20 деген. Бізде бастапқыдағы жаңғақ сұрап тұрғандықтан автоматически X-тің шыққан мәнін сұраймыз. Белгілейміз. Келесі есеп. Бірінші параллелепипедтің өлшемдері 2, 3, 4, ал оның көлемі А-ға тең. Бірінші параллелепипедтің көлемі А-ға тең. Екінші параллелепипедтің өлшемдері 2, 3, 3, көлемі, екінші параллелепипедтің көлем В әрпімен белгіленеді, Б-ға тең. Дұрыс тұжырымды анықтаңыз дейді. Параллелепипедтің көлемдерін табу үшін өлшемдерінің көбейтіндісі деген формула бар. Ені бойы биіктігін бір-біріне көбейтеміз. АБЦ деген. Демек, В1 тең А-ны табамыз. А-ның 2, өлшемдері 3, 4. 2-ні 3-ке көбейтсек 6, 6 жердегі 4-іміз 24. В2-ні табамыз, ол бізде Б-ға тең көлемі деп тұр. Б қаншаға тең екен? 2,
үш деген өлшемдерді қоямыз. Сонда екі жердегі үшіміз 6, 6-ны 3-ке көбейтсек 18. Енді нұсқаға қарай біз дұрыс жауапты анықтаймыз. Біріншісі А нұсқасын тексеріп көрейік. 3А тең 4Б дейді. 3 көбейген А-мыз 24 тең болады 4 көбейген Б-ға 18-ге дейді. 3 жердегі 24-іміз 72. 4 жердегі 18-іміз да 72 болады екен ғой. Тең болып тұр, иә? Болды, А нұсқасы дұрыс тұжырымдама болып тұр. А нұсқасын белгілейміз. Бірақ өзіміз үшін уақыттарыңыз болса, басқасын да тексеріп көріңіздер. А тең Б дейді. А тең Б емес, 24 пен 18 емес. А кіші Б-дан дейді. 24 18-ден кіші емес, қате. 4А тең 3Б дейді. 4 жердегі 24-іміз, 18 жердегі 3-іміз тең болмайды. А нұсқасы дұрыс. Турист бірінші күні 2 километр жол жүрді. Әр күн сайын ол жүрген жолын 3 километрге арттырып отырды. Туристің 10 күнде жүрген жолын табыңыз дейді. Қараңыздар, 3 километрге арттырып отырды. Болды. Әр күні 3 километр қосылып бара жатыр, иә? Ол арифметикалық прогрессияның д-сы, айырмасы болып тұр. Ал бірінші күні А1 тең 2 километрге. Мен мына жерде жазып, бүйтіп километрлерін жазып жатпаймын, байқасаңыздар, иә, уақытты құртпайын деп. Атак берілгені, емтиханда мысалға берілгенін, формуласын, барлығын ауқымды түрде жазу керек. Туристің 10 күнде жүрген жолын тап дейді. Нен табамыз? S10-ды табамыз. S10-ның табу формуласы бірінші жолмен 10-шы күндегі жолын қосып 2-ке бөліп n-ға көбейтеміз. Болды. А10-ды тауып алайықшы. А10 дегеніміз 10-шы мүшесін табу үшін оқушылар қараңыздар, бірінші мүшесіне қосамыз 9-дыны. Мынау 1 мен мынау 9-ның қосындысы 10-ды беру қажет. Сонда 2 плюс 9 жердегі 3. Сонда 27, 29 болады екен. Енді S10-ды табамыз. Тең 2, А1-дің орнына 2-ні қоямыз, А10-ның орнына 29-ымызды қоямыз, бөлінген 2, көбейген 10. 2 мен 10 қысқарады, мына жерде 5 болады. 29-ға 2-ні қоссақ 31, 31-ді 5-ке көбейтсек, $155. Жауабы Д нұсқасында тұр. Келесі сұрақ. Қоймада 200 килограмм цементтің 17 килограммын үйдің сыртына сылауға жұмсады. Қоймада қалған цемент барлық цементтің қанша пайызын құрайды дейді. Демек, 200 килограмм цементтің 17 килограммын жұмсап тастайды үйдің сыртын сылауға. Сонда қаншасы қалады екен? 200-ден азайтамыз 17-ні. Сонда бізде 183 килограмм цемент қоймада тұр. Қоймада қалған цемент
барлық цементтің қанша пайызын құрайды дейді. Барлық цементіміз 200 килограмм еді. Ол барлығы болғандықтан толықтай 100% деп аламыз. Енді қалған цементіміз 183 килограмм қанша пайыз деп тұр. Осы пропорцияны шығарамыз. Пропорция шығарып жатқан кезде үнемі килограммның астына килограмм, пайыздың астына пайыз жазылады. X-ті табу үшін бабочка әдісі бар. Оқушылар видеоларды қарап жүрсеңіздер білесіздер. X-ке тура тұрған 200-ді бөліміне жазамыз. Қалған екеуін көбейтіндісін алымына жазамыз. Мынау 100 бен мынау қысқарып кетеді. 183-ті 2-ке бөле саламыз. Сонда 91,5. Бізде пайыздығымыз X болғандықтан пайыздық мөлшерде шығады. Жауабы А нұсқасында тұр екен. Келесі сұрақ. Асан дүкеннен 400 теңгеден 2 килограмм алма, 200 теңгеден 3 килограмм алмұрт және 200 теңгеге сүт алыпты. Ол жемістерді 20% жеңілдікпен алды. Сонда Асан неше теңге жұмсады дейді. Өмірлік есептер, оқушылар, математикалық сауаттылық бұл өмірлік есеп. Бардыңыздар дүкенге, қолдандыңыздар, соны есеп қылып беріп тұр. Түк қиын емес, мұқият қараңыздар. Көп осы нұсқаларды талдай берсеңіздер оңай болып кете береді. 400 теңгеден 2 килограмм алма алса, сонда 800 теңге алмаға жұмсаған, я? 400 көбейген 2 тең 800 теңге алмаға жұмсаған. Ал 200 теңгеден 3 килограмм алмұрт, 2 жердегі 3, мына 4 жердегі 2, 800 болды, 2 жердегі 3, 600 теңге алмұрт алған, 600 теңгеге. Демек, жемістер деп тұр. Сүтті қоспаймыз. Жемістер деп тұр. Қазірше жемістердің жалпы соммасы, жемістерге қанша теңге жұмсаған? 8-ге 6-ны қоссақ 14.400 теңге. Фруктыға 1400 теңге жұмсапты. Енді жеңілдікпен алғандағын қараңыздар. Негізі 1400 теңге құрту керек екен, ол скидкамен алған. 200% жеңілдікпен алған. Сонда жалпы 1400 теңгемізді тағы да пропорция құрастырып аламыз, оқушылар. Менің уроктарымды көре берсеңіздер, үйреніп кетесіздер. Жалпы 1400 теңгеміз 100%. Енді жеңілдігіміз 20% болса, қараңыздар, пайыздың астына пайызды жазып тұрмын. Сонда қанша теңге скидка болып тұр деп есеп шығарып жатырмын. X табу үшін 1400-ті 220-ға көбейтіп 100-ге бөлеміз. Бабочка әдісі. Міне бабочка әдісі былай. 1400 пен 20-ны көбейтесіздер. X пен 100-ді көбейтесіздер де. Сонда осылай бабочка шығады. Міне, осы үшін мен бабочка әдісі деймін. X белгісіз болғандықтан осылай жазып аламыз. Сонда 100-ді мына 2 нөлін қысқартайық. Сонда 14-ті 2-ге көбейтсек 280 теңге. Демек қараңыздар, жемістерге 280 теңге жеңілдік алған ол. Сонда жемістерге қанша теңге құртқан? Негізі 1400 теңге болған. Минус 280 теңге, ол 20% скидкамыз. Сонда 1120 теңге фруктыға жұмсаған. 1120 теңге жемістерге жұмсапты. Енді дүкенде қанша теңге жұмсаған табу үшін 1120-ға сүттің бағасын қосамыз. Сүтті де қосамыз қой, сүт алған 200 теңгеге. Сонда
1320 теңге тең 1320 теңге. Дүкенге барып 1320 теңге құртып келген. 8-ші сұрақтың жауабы Б нұсқасында тұр. Бұл да осы өмірлік есеп. Қысқа алма сақтайтын қорапқа көлемдері бірдей 300 алма сияды. 300 алма сияды екен коробкаға. Назерке сақтауға ағаш басынан барлық алманың 5-тен 2-сін терді. Стоп, осы жерде тоқтаймыз. Ладно, бірінші оқып алайықшы. Ал Әсем Назерке терген алманың 3-тен 2-сін терді. Назым Әсем терген алманың 4-тен 3-ін терді. Қалған алманы Айсұлу терді. Айсұлу қанша алма терді? Демек, 300 алманың 5-тен 2-сін, қараңыздар, 5-тен 2-сін қанша болады? 30-ды 5-ке бөлсек 6, 60-ды 2-ке көбейтсек 120. 120 алманы Назерке теріпті. Ал енді Әсем Назерке терген алманың 3-тен 2-сін терген. Демек, 120 Назеркенің терген алмасының 3-тен 2-сін терген. 12-ні қалай мен оңай калькулятор шығаруды үйретіп отырмын. 12-ні 3-ке бөлсек 4, 40 болады, 40-ты 2-ке көбейтсе 80. Әсем 80 алма терген. Назым Әсем терген алманың, демек келесі қыз бізде Назым. Әсем терген алманың, Әсем 80 алма терсе, соның 4-тен 3-ін терген. 8 мен 4-ті қысқартсақ, 84-ке бөлсек, 2, 20-ны 3-ке көбейтсек, 60. 60 алма теріпті Назым. Айсұлу қалғанын терген. 3 қыз қанша терген? 3 қыз 120-ға 80-ді қосамыз. 260 терген, я? Айсұлу қанша терген табу үшін? Айсұлу табуды бастайық. Айсұлу барлық алманы азайтамыз. Қалғанын сол терді ғой, болды. 300-ден азайтамыз мынау 3 қыздың тергенін. 120 плюс 80 плюс 60. 260, 300-ден 260 азайтсақ 40. Демек, бізде Айсұлу 40 алма теріпті. Д нұсқасы. Келесі сұрақ. Суретте дұрыс 5 бұрыш берілген. Осы 5 бұрыштың қабырғаларының ұзындығынан құралған шаршының ауданын табыңыз дейді. Қараңыздар, берілген 5 бұрыштың периметрін табу үшін қабырғаларынан жалпы құрастырылған оқушылар, мынау 8 емес, мына жер 8 емес. Шатасып кетпеңіздер. Оқушылар автоматически мына жер 8 жердегі 8-іміз ауданы бізде 64 деп белгілей салады. Олай емес. 8 емес. X шаршының қабырғасы 5 бұрыштың қабырғаларының ұзындықтарынан құралған. Сонда, ол үшін біз мынаның 5 бұрыштың периметрін тауып алайық. 5 жердегі А деген формула, 5А. Дұрыс үшбұрыш қой сондықтан. Сонда 5 жердегі 8-іміз 40 болады. Демек, 5 бұрышымыздың периметрі 40-қа тең. Шаршының қанша қабырғасы бар? 4 қабырғасы бар. Біз шаршының қабырғасын X-ті табуымыз үшін 40-ты 4-ке бөлеміз. Сонда бізде 10-ға тең екен шаршымыздың қабырғасы. Демек, ауданы, шаршының ауданы S тең А квадрат, немесе X квадрат мына жерде. Бізде берілгені бойынша.
ауданын табу үшін шаршының қабырғаларын квадраттаймыз. Сонда 10-ның квадраты 100 болады. Жауабы мына жерде д нұсқасында 100 деген ответ бар. Келесі бетке өтіп кеткенді. Жауабы д нұсқасында болады. Оқушылар, осымен біз 11-ші нұсқаны талдап біттік. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға алдағы ұбт-да сәттілік.